дастархан жайып бүгін халықтың көңіліне, ниетіне қарап дастархан жайып атсын. Осы дастарханда жаңа мына қайнысыңыз айтқандай қайғыны бөліссең азаяды, қуанышты бөліссең көбейеді деген пікірлер айтып жатсың. Сол пікірлердің Алла қабыл етсін. Міне дастархан басында отырғанның ішінде пенде боласың, қайғың да болады, қуанышың да болады. Алла тағала сондай қуанышты бөлісуді нәсіп етсін. Тек қазақта ғана бар ұғым бұл. Басқа ешбір халықта көңіл шай деген жоқ. Қайғыны бөлісетін көңіл шай деген жоқ. Қайғырып жүрген адамның көңілі көтерілсін деп дастархан жайып, соның көңілін аулап, біраз сөйлесін, көңілі көтерілсін деген пікір. Ал қуаныш сірә қуаныш қой, ол қай уақытта Зулейха мына